Қазақстанда жүрек аурулары өте өзекті мәселе. Статистикаға сүйенсек, Қазақстанда жылына 40 мың адам инсульттың әсерінен өлімге ұшырауда. Және де жүрек ауруларымен тіркелген 2 миллион адам бар. Бұл дегеніміз арнайы автономды қолжетімді электрокардиографтың қажеттілігін көрсетеді. Осы мақсатта менің жасап отырған электрокардиографым автономды және де үй жағдайында пайдалануға мүмкіндік бар. Наурыз кездесулеріне біз Dolfy атты зағип жандарға арналған көзілдірігімізді алып келіп отырмыз. Жобамыздың басты мақсаты зағип жандарға қала ішіндегі өз бетімен қозғалысты қамтамасыз ету. Біз оны кедергі датчиктері арқылы қамтамасыз етіп тұрмыз. Бізде алдағы датчик кедергі болған кезде алда динамик арқылы сигнал береді, ал екінші ультрадыбыс датчигіміз бізде астындағы шұңқырларды анықтауға көмектеседі. Егер де зағип жан төтенше жағдайға түскен уақытта мына батырманы басу арқылы автоматты түрде белгілі бір адамға қоңырау шалады. Тақырыбымыз ақылды жылыжай деп аталады. Бұл адамның уақытын тиімді пайдалануға және көптеген заттарды өндіруге, ауыл шаруашылық өнімдеріндегі тиімді шешім болып табылады. Жалпы біздің жобамыздың мақсаты ол адамның денсаулығын сақтау, яғни адами ресурстарды азайту, автоматты түрде суғару және автоматты түрде желдету және топырақтарды және ауаның температурасын өлшеу деген 3 жүйе жұмыс жасап тұр. Болашақта осы мектеп ауласындағы жылыжайды, қарапайым жылыжайларды ақылды қылдыруға қазіргі таңда жоспарлап отырмыз.